Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Менің YouTube арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл жіберуді ұмытпаймыз. Бүгін біз 3-ші сынып қазақ тілі 44-ші сабақ түбірлес сөздер тақырыбында сабағымызды одан әрі жалғастыратын боламыз. Олай болса, 26-шы жаттығу мәтінді оқы. Ертеде ағашты тұрмыс пен шаруашылыққа жарамдылығына қарай отындық, кәділік, ағаш деп екі топқа бөлген. Шеберлер ағаштан әр түрлі бұйымдар жасап, кәдіге жаратқан. Ағаштың кескен кезде сүрегіндегі шеңберлердің санына қарап жасын анықтайды. Олар жасына қарай мынадай түрлерге бөлінеді: балғын, жас, толықты өсіп жетілмеген, толық өсіп жетілген, көп тұрып қалған ағаштар. Балғын жас ағаштарды кесуге қазақтар көктей соласың деп тыйым салады. Кәрі қураған ағаштар ғана кесіледі. Мұндай ағаштар отынға пайдаланылады. Ал енді мәтіннің тапсырмаларына назар аударайық. Бірінші, сұрақтарға жауап бер. Неліктен ағаштар отындық, кәділік болып бөлінеді? Ағаштың жасына қарай қандай түрлері бар? Жас ағашты неге кесуге болмайды? Көктей соласың деп неліктен атайды? Себебін топта талқыла. Мәтіннен түбірлес сөздерді тап. Мәтіннен түсініксіз сөздерді тауып, мағынасын түсіндірме сөздіктен біліп ал. Бірінші сұрақтың жауабы: ағаштар жарамдылығына қарай отынды, кәділік болып бөлінеді. Екінші, ағаштар жасына қарай балғын, жас толық өсіп жетілмеген, толық өсіп жетілген, көп тұрып қалған ағаштар деп бөлінеді. Үшінші, жас ағашты көктей соласын деп кескізбеген. Төртінші, халқымыз көкті жұлма деген. Көкті жұлсаң көктей соларсың деп жаман ырымға жорып жұлғызбаған. Бұл жерде түбірлес сөздері кәді, кәділік сөздері. 27-ші жаттығу. Берілген сөздерден туынды сөздер жасап жаз. Бала, сыйек. Бала, балалық, балалы, балақай, балақан, балалау. Ал енді сый. Сыйлық, сыйлы, сыйлау. Үшінші, ек, егін, егінші, егіндік сөздері. Шығармашылық үзіліс. 28-ші жаттығу. Ойлан тап. Суреттегі адамдардың жасына қарай ағаш түбірі сәйкес келеді. Мінекей, жаңа бізде бірінші жаттығуымызда ағаштың дөңгелек сызықтарына қарай ағаштың жасын анықтауға болады делінген. Ал енді бұл жерде адамның жасын анықтайық. Бірінші тұрған бізде кішкентай бала, ол ортадағы екі шеңберлі ағашқа жатқызайық. Одан кейінгі тұрған үлкен кісі, ол үшінші ағаш. Демек, оларда дөңгелектері көп екен. Ал мектеп жасындағы бала, ол бірінші ағашқа жатқызуымызға болады. Келесі 29-ші жаттығу. Сұрақтарға жауап жаз. Күн мен түн теңелетін кез. Әрине, ол бізде 22-ші наурыз, көктем мезгілі. Екінші, ең ұзақ күн қашан болады? 22-ші маусымда. Ең ұзақ түн қашан болады? 21-ші желтоқсанда. 365 күн
неше жылға тең? 365 күн, яғни 1 жылға тең. Мінекей, осымен біздің түбірлес сөздер тақырыбындағы қызықты тапсырмаларымызбен жаттығуымыз аяқталды. Келесі сабақтарда кездескенше, менің YouTube арнамда жоғалтып алмас үшін арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл жіберуді ұмытпаймыз. Сау болыңыздар.